Ауылды жерде жаңалық жатама, ертеңіне-ақ мұңлықтың келіншек әкелгені ынта ауылына тегіс тарады. Оқуын тастап бұзық топқа қосылыпты деп еді. Жөн болды мұнысы. Соның оқуған өтірік пе деймін. Барахолкадағы базардың рекеті екен. Жұртты қан қақсатып, өздері белгіленген ставкілерін күнде кешке сыпырып серіп жинайды дейді. Осындай өсек аяңды қайдан естисіңдер? Көзбен көріп, қолмен ұстамаған соң күнәға жатады, біле білсеңдер. Қалай дегенмен аяғы тұсалып, шаңырақ көтергені жөн болды. Жасы келді емес пе? Біздің Қабыланмен түйдей құрдас. 30-дан асты жаңылмасам. Сенің Қабыланың 4 баланың әкесі. Ештен кеш жақсы. 30 жас орда бұзар шақ емес пе? Маңдайшасында Гүлжан деген айшықты жазу ілінген азық-түлік дүкенінің алдында өсек сапырып тұрған 3-4 әйел анандай жерде келе жатқан ықылас қарияны көре салып, әңгіме ауанын өзге арнаға бұрып жіберді. Биыл бұл ауылда бидай бітік шығып, 3 үлкен шаруа қожалығын біріктірген ынталылықтар аудан орталығынан келген астық сатып алушыларға жылдықтың артықтау баға өткізіп, кепсе темір үзетін ер азаматтарды былай қойғанда, зейнеткерлік жасындағы шал-шауқандар мен мектеп оқушыларына дейін қырмандағы жұмысқа жабылып, бір апта бұрын ғана белдерін жазып демалған еді. Ауыл адамдарының сонау жазға дейін қолдары бос. Ықылас одағасының үйіне таңертеңгі шайдан соң 5-6 көрші кемпір құтты болсын айтып келді. Түнде жайылған дастархан әлі жиналмапты. Балғаным шешей қонақтарына өзі шай құйып, арасында үйдің де ұсақ түйек шаруаларын тындырып, қолы тиер емес. Анда-санда төргі бөлме жаққа жалтақтай қарап қояды. Тым-тырыс, еш белгі жоқ. Апырай, әбден жол сақты болған ғой, дейді өз-өзінен күбірлеп. Жата тұрсын, тынықсын. Түске тақағанда төргі бөлмеден есінеп құсынап мұңлық шықты. Үстінде қысқа жең қызыл футболка, бұтында тар шибарқыт шалбар. Балама ұйқын қандыма, деді ыдыс аяқ жуып жатқан анасы, қолын алжапқышының етегіне сүртіп. Қатып қалыппын. Әдеміше қырмұрынды жігіт есік алдына шығып, дене шынықтыру қимылдарын жасай бастады. Содан соң былтырғы жазғы демалысында өз орнатқан белтемірге тартылды. Соңынан ере шыққан анасы аң-таң, үйленетін ұлдың түрін қара. Төркіндеп келгендей, келіннің жаты санау, қай бетімді айтайын. Қапелімде қара кемпірдің есіне шалының тасырмасы түсе кетті де, беті қолыңды жуда шайыңды іш, келін оянды ма, деді. Маржан жата тұрсын. Баласы соңына бұрылды. Мен шайға қазір барамын. Жата тұрсына қарай, осы күнгі жастарда қызық, сабыр сақтайын, оянар тұрар. Балғаным шешей баласына ыстық шай беру үшін шәугімге есеней құйып, газ плитаға апарып қойды. Мұңлықтың қарны ашқан екен, үйдің тамағын сағыныппын, деді. Табақтағы етті қалайы қасықпен қарбыта асап жатып. Өңі ақ шүберектей оңған ұлдың бетіне қан жүгіргенін аңдаған ана байғыз шырпыр. Ала ғой, дейді бәйек болып. Тағы да жылтайын ба қуырдақтан? Тойдым апа, рахмет, деді баласы тершіге маңдайын сүртіп. Әкем қайда, бір жаққа кеткен бе? Қазір келеді. Маржан оянды ма екен деп орнынан тұра берген баласын Балғаным шешей. Сәл аялдашы, деді кідіртіп. Отыр, кеңесейік. Ал отырдым, деді баласы қайыра құйрық басып. Балам-ау, аяқ астынан хабар ошарсыз келуіңе жол болсын. Өткенде келгеніңде үйленім деп айтпап едің. Қалай бұл? Реті солай болды апа, деді мұңлық ойланыңқырап. Отпуск алдың ба? Жұмыстан шықтым. Елде қалуды ұйғардым. Асқаттың 3 баласы мен өздерін және сіздерді қосқанда 7 жан екенсіздер. Үйдің кенжесі болған соң, олардың қара шаңырақта тұрғаны жөн. Ал біз ауылда бос үй табылса, сатып алармыз. Аудан орталығына көшетін 2-3 отбасы бар сияқты. Ақша болса үй табылар. Қаражаттан қысылмаймыз, деді мұңлық. Ақша бар. Өзің көріп отырсың, үйіміз тарлау. 2 келінімді жұмсап, немерелеріме қарап отыруға мен де қарсы емеспін. Апау, сіздің көңіліңізді білемін ғой. Ағайын тату болған мен абысындардың алыстан сыйласқаны жөн шығар. Елді де сағындым. 1-2 жыл тұрсақ деймін. Бір есептен бұл шешімің маған ұнап отыр. Сонымен тойды қашан жасаймыз? Құдаларға қашан барамыз? Маржан екеуміз ақылдастық, деді баласы. Тойға асықпайық. Құдалардың алдынан өтуді содан соң шешерміз. Бұларың қызық екен, ел жұртқа не айтамыз? Жұрттың не шаруасы бар, ел не демейді, есек не жемейді демейтін беді. Қой балам, ұят болады, ойланыңдар. Ойланатын түгі жоқ апа. Той қайда қашар дейсіз? Жасаймыз кейін. Мұңлықтың аяқ астынан үйленуіне не себеп болды? Маржан қандай қыз? Енді сол оқиғаны баяндайық. 4 баланың ортасындағы жалғыз қыз болғандықтан Маржан ерке болып бой жетті. Ұлдар бір төбе, бұл бір төбе.
қаршадайынан киімді де таңдап талғап киді. Өзіне не кисе де жараса кететін. Бастауыш сыныптан бастап зерек пысықтығының арқасында екпінділер қатарына қосылып, мақтауға ертелікті, ешкім бетінен қақпайтын. Үйдегі еркелік, мектеп қабырғасындағы атына айтылған асыра марапат жас қызға бақ емес, болашақ өміріне сор боларын қайдан білсін байғұс ата-ана. Жоғарғы оқу орнына түсемін деп Алматыға келген жылақ ойнақтап жүріп от басты. Көрсе қызарлығы мен жеңілтектігінің кесірінен университеттің 3-ші курсынан шығып қалды. Тәкаппар қыз оны аса уайымдаған жоқ. Адамдармен тез тіл тапқыш мінезінің, ширақтығының, ажарлы өңінің арқасында тіршілігі қайнаған үлкен мегаполистегі айтулы мейрамханаға даяшы болып жұмысқа тұрды. Сұлу бойжеткенге кімнің сұғуға далмас. Көп ұзамай мейрамхана қожайынның көзіне түсіп, соңында ашынасына айналды. Содан бастап Маржанның тасы өрге домалады. Өзінен 17 жас үлкен Мәкең жас қызға әсем шаһардың дәл ортасынан ойып тұрып, 2 бөлмелі пәтер алып берді. Жоғарғы оқу орнына қайра қабылданып, 1 жылдан соң қалтасына табақтай дипломын салды. Қызық пен ырду-дырдуға толы күндер мезі қылатын қызды. Мәкеңмен танысқаны 4-ші жылға аяқ басқанда есін жиғандай болды. Бастапқыда әсем шаһардың қақ ортасындағы пәтеріне әйелімді тастап саған үйленемін деп Мәкеңнің уәдесіне сеніп, уақыт өткізіп алғанда өкінгендей. Бір жаққа шығуы керек. Беттің қызылы да оңар, тәннің қызуы да қайтар. Сол Мәкең жеткен шпағы болмас бұлай жүргені. Не нәрсенің шегі бар. Ата-анасында бәрі жақсы деп алдауын қояр емес. Мәке, деді қыз бір күні, отбасымен ажырас деп айтпаймын. Ана 2 балаңның көз жасына қалмайын. Неге олай дейсің, Мара? Себебі бар, айт жасырмай. Мен саған бала туып бере алмаймын. Әлгінде ғана көздері жайнап көңілді отырған Маржанның кемсеңдеп жылағанын көрген Мәкең ашынасын аяды. Құшақтап бауырына тартты. Аяғың ауыреді ғой, қалайша? 5 рет аборт жасаттым. Соның нәтижесі құрсақ көтермеймін. Мүмкін емес, Мара, медицина дамыған заманда мүмкін емес, айтпай ертегіні. Бәрі мүмкін. 5 шараны жатырда өлтірдім. Ешкімге кінәртпаймын. Саған сенгеннен, әрі өзімнің де ақмақтығымнан айықпас дертке шалдықтым. Таусылма өйтіп, кеше оқыдым. Адам баласы жақсылықты да жаманшылықты да Алладан өзі сұрап тілеп алады екен. Абсурд, адамның қолынан келмейтіні кем. Біздің медиктер қауқарсыз болса, бар ғой ана шетел, айталық Израил, Германия, тағы басқалары. Оған шала бүлініп қайтесің. Сен айтқан шетелге мен де барармын, қаралармын, көтерермін бір ши көкпені. Осылай жөніңе келсеңші, зәремді ұшырдың ғой жаным. Жарайды, Мәке, тақырыпты ауыстырайық. Қарап отырсам уақыт өтіп барады. Даяшы болып жүре беремін бе осылай? Жалықтым әбден. Ақшасы көп, жұмысы мейлінше аз қызмет істегім келеді. Жұмыс дейсің бе? Так, жалақысы мол, жауапкершілік аз. Көптен ойымда жүреді. Айтуға ұялып едім. Бұлай кішкенен елеу, лас дейміз бе, харам дейміз бе? Ақша жүрген жерде адалдық болушы ма еді? Әуел айтсаңшы, келісу келіспеу, содан кейінгі шаруа. Жезөкшелер үйін ашып берейін. Во бизнес, крышаң қызыл жағалылар. Сенің миссияң жеңгетайлық. Түсіндің бе? Бірер жылдың ішінде Мәкең ашқан жезөкшелер мекені қылмыс әлеміне кеңінен таныла бастады. Әуелде қала ортасынан 4 бөлмелі пәтер жалдаса, кейінірек шаһар шетінен Алатау баурайынан 2 қабатты коттедж сатып алды. Жеңгетай Маржан келе-келе тәжірибе жинақтап, алдау арбаудың неше түрін меңгерді. Әуелде қыздар саудасымен айналысып, уақытының көбін соған жұмсайтын. 1,5 жыл бұрын диспетчерлік вакансия ашып, оған өзінің құрбысын отырғызды. Бұған дейін жолаушылар пойызында жол серік болып істеген пысық қыз барлық шаруаны тас түйін қылады. Маржанның міндеті 2 үйдегі жағдайды бақылау және күнде таңертең ақша жинау. Басқа уақытта қолы бос, өзі би, өзі қожа. Тікелей бастығы қожайынмен 3 рет қана жолықты. Онда да мейрамхананың алакөлеңке оңаша бөлмесінде 40 жастардағы қасқабас жігіт ағасын көрген сәтте іш жиып қалды. Артық ауыз сөзге жоқ, шефінің іскер адам екендігін сезе қойған. Қорықпа деген Маржанға. Клиенттеріңнен ши шықпаса, біздің бикештер сенімді. Еңбек ақыларын апта соңында бересіңдер. Ақшадан жымқыруға жол берсеңдер, ренжіме, деді шегелеп. Қайда қызмет жасайтынын, аты жөнін айтқан жоқ. Лақап есімі шеф. Саған бір кісі келеді. Сауалына ғана жауап бер. Бізге керек адам, тапсырысын орында, деді қоштасарда. Түсіндім, деді Жеңгетай. Ертеңінде шефі сырттай таныстырған жігітпен офисте жолықты.
Клиенттерің риза ма деді. Өзін Макс атаған қысық көз жігіт бірден сенге көшіп. Разы болмай, кейінгі бір айда контингентті жаңарттық. Қазіргілер жас қыздар, нақтырақ айтқанда 18 бен 20 жас арасы. Ұзын саны 15. Әсілі қуыршақтарыңды көп ұстауға болмас. 6 айда ауыстырып отырғаның жөн. Жарайды, бір заказ, 16 жастағы қыз керек. Пәк, ойымды оқып отырсың. Ондай қуыршақтың табылуы қиын, дефицит нарқы даудай. Жігіттерді құлақ қағыс қылайын. Келістік, мынау аванс. Қысық көз жігіт ақ қағазға ораулы қомақты конвертті стол үстіне қойды. Сізге сенеміз, товар табылған соң бермедіңіз бе? Күлімгөз Жеңгетайдың жанары жарқ етті. Азырхансаң тағы қосамын. Сіздің мәрттігіңізді естігемін. 7000 бакс. Ой, көп емес па? Уәде беріп орындамасақ ұят болмай ма? Әрі бүгінгі күні пәктігі сақталған қызды табу қиын. Алдын ала сол үшін төлеп отырмын. Іздейміз. Маржан конвертті томашадай көк сейфке салды. Анаша сатушылармен байланысы бар қылмысты топқа іліккен Аида есімді жас қыз полиция тұзағына түсті. Сұрақ жауап барысында қыздың кінәсі жоғы анықталды. Шындап келгенде босатып жіберуге де болады. Бірақ үлкен бастығының тапсырмасы бар. Пәктігін сақтаған жас қызды табуы тиіс. Оны білу қиын емес. Верониканы қасына 1-2 сағатқа апарса болды. Аиданың қасында жарты күн отырған Вероника жас қыздың бар сынырын анықтады. 5 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырыласың деген қоқан-лоққыдан қорыққан аңғал бойжеткен тергеушінің талабын орындауға ақыры келісті. Өзге малы қалмады. Қысық көз жігіт ағасы нәпсі қалауын іске асырды. Жас қыздың көз жасына қараған жоқ. Өткен ақшасын төледі, сатып алды. Еркек орнынан тұрып дәлізге сигарет шегуге шыққанда Аида халатын киіп балконға келді. Сүйген жігітіне қай бетімен қарайды. Өмір неге соншама күрделі? Тағдырыңның табан астында тасталған болуы өзіңе байланысты емес-ау. Өксіп-өксіп жылағысы келген. Көзінен жас шығар емес. Кеуде түкпірінен ар ұят, жігер, намыс атты сезім бас көтерді. Аялап әлпештеп өсірген ата-анасы алдында жер болды-ау. Ана кісінің өліп өшкен тұрпайы қимылы, үздіге айтқан жалған сөздері ойына оралып, жанары жасаурап, көздері қарауытты. Қорлық, өлім қорлық. Жер басып жүрудің керегі барма енді. Аида деген дауыс естілді жатын бөлмеден. Қыз балконнан бірақ секірді. Одан кейінгісі бұлдыр. Есін ауруханада жейді. Не болған маған? Ап-ауыр не бұл? Гипске салып тастаған ба? Ауыр төтенше жағдай аудандық ішкі істер бөліміне дабыл қақтырды. Жезөкшелер үйіне тықыр таяды. Жеңгетай Маржанға қауіп төнді. Шефі бұның 2 тәулік ішінде Алматыдан көзін жоғалтуын кесіп айтты. Автобус аялдамасынан түскен Маржан бас ауған жаққа кете барды. Бағыты беймәлім, санасы емес, аяқ алып келеді. Құдай-ау, мынау қай көше, қоғамдық көлікке отырмағалы қашан. Алматыға келген сонау жылдары ғана мінген. Кейін ғой бәрін ұмытты. Астында аппақ Мерседес, қысы жазы қара көзілдіргін шешпейтін, оққағары, әрі машина жүргізушісі. Вадимнің арқасында Алматының қай бұрышына, қай даңғылына бармады. Вадим сенімді серігі еді. Қойған сұраққа ғана жауап қайтаратын. Ол мұның қазіргі жағдайын біле ме екен? Шеф ешкімге жария етпес. Вадимге телефон шалса қазір-ақ жетіп келер. Оның қажеті қанша? Жасынан еркек шора намыс қой бір бетке өскен қыз ондай жастыққа бара қоймас. Әсте, одан да өліп кеткен оңай. 2 тәулік ішінде Алматыдан қараңды батыр. Түсі суық, ызбарлы қасқа бас осылай деді. Оған да тықыр таяды. Ана қызды айтам, бейшара, ар ұят не теңі екен. Пәктігімнен айырылдым деп, өзін-өзі балконнан тастағаны ақымақтық. Нойышты әзірше тірі, жамбас сүйегі бытшыт дейді. Көрген жігіттер айтып келді. Жә, қайдағы бір шөп жерге қызды уайымдап, ол өлмей тұрғанда табанымды тайдырайын. Миға жоқтан өзгенің келетіні қалай. Ойына жерлесі мұңлықтың түсе кеткені. Екеуі бір мектепте оқиды. Оның 3-4 жас үлкендігі бар. Басы істейтін жігіт. Институтта сырттай оқып, осында жұмыс жасайтын естіген. Сонау мектеп қабырғасындағы шақтан Маржанға өлердей ғашық. Өзі де көркем, қыр мұрын, қара торы. Бұл артынан жүгірген ұлдардың біріне де қараған жоқ кезінде. Сұлулығымен жігіт атаулының мысын басып, ынтықтырып тұратынын жақсы білген қыз өз бағасын жақсы білетін. Қайдағы жайдағы иір-ғиыр оймен келе жатқан қызды көзі тас төбесіне шықты. Әлгінде ғана есіне алған мұңлық алдында тұрып, қуанған қыз жерлесін құшақтай алды.
Мұңын шағып көз жасын көлдеткен Маржанды аяған мұңлық оны бірінші Алматыдағы жатақханасына алып барды. Сол түні екеуі шаңырақ көтеруге шешім қабылдады. Сөйтіп ертеңінде пойызға отырып, жігіттің ауылына жүріп кетті. Басы бос, сыбай салтаң қыз, көңілі құлаған өзіне ұнаған жігіттермен әсем шаһардың небір мейрамханаларында саурық сайран салып, ойнап күліп түн ортасына дейін болатын да, оның аяғы өз еркімен, өз қалауымен құмарын басуға жалғасатын. Жын ойнақ пен ырду-дырдуға үйренген күлім көз келіншектің жалғыз күйеуге басыбайлы таңылуы, бір еркекпен ғана шектелуі мүлдем жалықтырды. Жүз түтінге де жетіңкіремейтін ауылда кіммен сөйлескенің, кіммен жүріп тұрғаның алақандағы әжімдей ап-айқын. Келін болып түскеніне небәрі 7 ай болса да, сол аз ғана уақыт сауық құмар жанға сұмдық ұзақ көрінді. Құдай-ау, барса келмес арал сияқты ғой бұл ауылда елегізіп, үйге сыймайтын болды кейінгі кезде. Бұлан кездеспегенде қайтер едім. Күйеуінің досы Бұлан күндіз ойынан, түнде түсінен шығар емес. Көздері өткір, көркем жігітті әдегеннен ұнатып қалды. Ерте үйленіп, ата-анасына қарайлап ауылда қалыпты. Қатардағы шофер болғанымен көз ашық, тарих, әдебиет, саяхат, жаһандану деймісіз, білмейтіні жоқ, интеллект, деді Маржан таңғалып. Мынандай талантпен жоғарғы білім алмай елде қалғаны обалақ. Күйеуім мынау деп көрсетуден ұялмайтын жігіттің сұлтаны. Еркек атаулының мысын басып, сиқырсынып, жанармен арбап өзінен тықтыратын әккай ел екенін бірден сезді. Жігіт те кетірі емес. Ол дағы күлім көз келіншекті көрген сәттен көзсіз көбелекше қалбалақтап, жүрегі дүрсілдеп қайта-қайта қарақштайды. Қармаққа түстің бе? Сезім алдамапты. Міне соның нәтижесі. Екеуден екеу өзен жағасында жатыр. Сен жақсы жігітсің, деді. Ақшағал құмға бауырын төсеп, қыздырынып жатқан жалаңаш тәнінің екі жері ғана қымтаулы сұлу мүсінді ақсазандай келіншек. Кәмпит келіншектің мысы бастыма, Бұланның басы айналып көзі құрауытты. Өн бойы бір ісіп бір суынды. Жүрегі құрғыр дүрстір. Шынында кәмпит, мұңлықтың қызғанатындай жөні бар. Иә, сәт. Шын айтам, сен жақсы жігітсің, деді кәмпит келіншек аударылып түсіп. Қарақат көздері ойнақшып кетті. Тұңғиығына тартып барады. Жігіт арбап жатыр қаншық. Әттең, менің мұңлығым сен сияқты болса ғой. Жал, оның адамгершілігін қайтейін, төсекте осал болған соң. Жал. Жігіт бәсе, қалай дұрыс топшылағанмын. Темірді қызған кезде соғуым керек. Кешір жаным. Жігіттің жүрегі қатты соғып, кәмпитке төне түсті. Иә, сәт, сен бұлай бөтен ойлама. Келіншек, малғын бұл қайсасқаны. Мұңлық менің ескі досым. Аяймын оны, деді жігіт. Иә, аяймын. Әрі шынын айтсам, сен одан қызғанам. Келіншек, тфу, деревня. Мұңлықты айтқанша құшақтап сүймей ме? Жігіт, не істесем екен, бас салсам үркітіп аламын ба? Келіншек, болсаң сен өрт емесші, не болды маған? Жігіт, иә, сәт. Еркектің емешесі үзіліп еңкейе берген сол еді. Мойылдай жанары жалт еткен кәмпит келіншек аунап кетті. Жоқ, бірден берілмеуім керек. Оны мәлсіздігім ынтыға түссін әлде. Мұның не Бұлан-ау, сен адал жігіт пе десем? Жігіт сайқал ұтып кетті. Абдырағанымды сезіп қалды. Батылдық қажет, батылдық. Мұндай сәт енді оралмас. Келіншек, біраз бұлдана түсейін. Жігіт, дәнеңе шығара алмаймын ба? Жоқ. Маржан, бері қарашы 1 минутқа. Келіншек шалқасынан жатты. Көздері шоқтай жайнай түсті. Еркек аңдамай қалды. Еңкейе беріп кәмпиттің ерні тиіп, еріп жүре берді. Жүк машинасының рөліндегі қара торы көркем жігіт ауыл көшелерінің біріне бұрылып, қызыл қақпалы үйдің алдына кеп тоқтаған соң, кабинадан шықпай, мең-зең қалыпта ұзақ отырды. Әлгінде ішкен арақ уыты миына шауып, аңқы-тыңқысын шығарғанмен, мұңторлаған ойы сетінеп көңілі көтерілді. Әшейінде сөзге шорқақ, жігіттің ыңылдап ән салғысы келді-мәу. Қасың қандай, қарақат көзің қандай, күлкің қандай, шарапат сезім қандай, қуанатын балаша кезің қандай, өзің қандай, жаныма жағатын сөзің балдай. Маржан үйінде ме? Мұңлық ше? Әй, мұңлық, ескі дос, бағы жанбаған сорлы обалыңа қалдым ба? Кейінгі кезде қатты ішіп жүр дейді. Қазірде мас болып жатуы. Маржан көргісі келді. Қазір міне, мен сірә адасқан болармын ақылдан. Әйтпесе не болды, 50 шақырымнан еш жұмыс жоқ, қос өкпесін қолына ұстап желігіп жеткені. Бірақ Маржанның жалт еткен жанары, лапылдай бүртенген от құшағы уа жалған тоймайды-ау. Қажет затын ұмытқандай, қалтасын қарманып, темекісінің жалқы талын еріне қыстырды. Ой әкеңнің,
Күйіп пісіп қарамаған жері қалмады. Орындағысының астынан, кілттердің арасынан тапты. Шылымды құшырлана сорды. Көк түтін ауыздан да мұрыннан да кетіп жатыр. Саусақтары тыз ете түскені. Бықсыған тұқылды лақтырып, келесі талын тұтатты. Ашуға бой алдырып, шамшыл мінез танытып жүр біраздан. Оған не себеп? Қашан да күлімдеп жүретін, баз бір шайпау қатындар сияқты дауыс көтерілуді білмейтін жан жары Несіп баланың жазығы жоқ қой. Бұланның көзіне өзі кәмпит санайтын сұлу келіншектің аппақтан елес берген сәтте 62 тәмірі егендей күй кешкені қалай. Соңынан уайым қайға келетін ләззаттан қаш. Қайдан оқып еді? Есінде жоқ. Әйтсе де теріс пәлсапа. Дұрыс емес, ал менікі жөн бе? Қараңғылық қоюланып келеді. Оған керегі осы. Ешкімнің көзіне түспегені жөн. Жолы түсіп жолықса қоштаспақ. Бұлай жалғаса берсе, опынары хақ. Көрші ауданға қоныс аудару туралы Несіп баладан өзге ешкім білмейді. Осыным дұрыс. Жүрегі қармаққа түскен балықтай. Ыдыс-аяқ жуайым деп ас үйге енген Маржанды болмашы қағылған дыбыс елең еткізді. Құлағын тосты. Тым-тырыс сияқты. Қорыққанға қос көрінеді деген аяқ табақ жууға зауық соқпады. Тағы да тырс-тырс терезе қағылғандай. Жүрегі аузына тығылды. Кімде болса көрейін. Есік ашса, Бұлан. Барсың ба жаным-ау? Жігіт құшақтай алды. Келіншек өзіне қаратты. Қайда барасың ентелеп? Үйде ме? Ұйықтап жатыр. Сыбырға көшті. Бақана келген тәлтіректеп. Қаттымас па? Удай. Ояна қоймас. Оянып кетсеші, оянбайды. 1 минутқа мұрсат бер. Зәрем ұшып тұрғаны, өтінем жаным. Болмадың-ау. Төсінен шошынғандай басын оқыс көтерді мұңлық. Әйеліне ілесіп біреудің үйге кіргенін де, төргі бөлмеге еніп құшақтаса кеткенін де, үздігі бұзақ сүйіскендерін де сезді, білді, естіді. Қаны басына шапшыды. Ашу дұшпан, иектеп әрең жатқанымен шыдап бақты. Япыр-ай, мынау Бұланның даусы ғой. Қалайша, неге? Жұрттың өсегі шын болды ма? Бүгінге шейін елемей келіп еді. Ондағы ойы бала жастан бірге өскен досына сенгендіктен. Бұлан-ай, қайтейін, сен де сатқын болғаның ба? Сайтан азғырған қатын. Сезіп едім осылай боларын. Жоқ, мүмкін емес. Бұланға даусы ұқсайтын басқа бөтен кісі болса, өкінбес едім. Төргі үйдегілер естерін жейді. Әйел жігітті тұрғызып, жалынып жалпайып дәлізге ертіп шыққан. Жігіт қоштасып табалдырықтан араттады. Дала қараңғы. Түнгі суықтан денесі тітіркенді. Жұрт жата бастаған. Дүкеннің қасына қалдырған машинасы оталдырып жүріп кетті. Лайсаң жолға қарамай ызғытып келеді. 2-3 шақырым ауылдан ұзаған соң машина моторы сөнді. Кілтті қосып еді, оталмады. Бұған не болды деп жағар май шкаласына қараса 0-ді көрсетіп тұр. Ол кабинаны жауып ауылға тартты. Күні бойы қар суы еріген жолдың балшығы езіліп жатыр. Өкпек жел тұрды. Қара тонның жағасын көтеріп малақайының құлағын түсірді. Қайтеді мына жел. Есік тұтқасын ұстап үйге ене берген Маржан күйеуінің жөтелгенін естіп тұра қалды. Есін жиып алған ба? Біздің ісімізді сезген-ау. Қолына түссем аямас. Онсыз да қанына қарайып жүр. Аяқ дыбысын білдірмей үйден шықты. Аяз қойын қонышын кеуледі. Тас қараңғы түн үрей шақырады. Жүгіре басып ауыл шетіндегі құрбысы Бағиланың үйіне жетті. Бұл кім? Жалғызбасты келіншек беймезгіл шақтағы тарсылдан зәре құты қалмады. Маржан мына шыжылдам. Тыныштық па? Қазір бәрін де айтамын. Күйеуінің күпәйкесін ғана киген жалаң бас жас әйелдің тоңғаннан тісіне тимейді. Ашу буған мұңлық кереуеттен атып тұрды. Маржан әлі жоқ. Неге кешігіп жатыр әлде? Анау мен еріп кетті ме? Аферист қатын. Осыдан үйге келсін, өз қолымен өлтірем. Тоңазытқыштан бір шөлмек ара қалды. Тағанын ашып, шай кесеге құйды да өңешіне ақтара салды. Дастарханнан нан иіскеп дәлізге шықса, Бұлан кіріп келе жатыр. Қайдан жүрсің? Машинамның бензині таусылып, біреулер құйып алған ба ит біледі. Неге келдің? Рұқсат бер, қонып шығайым. Әй Бұлан-ай, қайдағыларды еске түсіріп, не айтып тұрсың? Кірмеш үйге, баратын жерім жоқ. Қайт өтінем. Кеудемнен итерсең де кетпеймін, қонамын осында. Досы дәнеңе болмағандай қанден қаперсіз, су сіңіп ауыр тартқан, батпақ етігін шешуге ыңғайланды. Мұңлықтың көзі қарауытты, бас айналды, жүрегі кеудесін тезіп шығардай, алапат, ашуда ауыздықтай алар емес. Не істеп не қоярын білмей есірік халде. Бұл басынғандық болды, жетті, осымен тәмам. Әзәзіл ой осып өтті миын. Дәлізбен жапсарлас кілеттен ет мүшелейтін өткір пышақталды да, еңкейіп етігін шешіп жатқан жігіттің оң жақ бүйірін тұспалдап, қатты сілтеп қалды.